жамаат орталығы, яғни ең бастысы бұл жерде айта кететіні Даниярдың еңбегі этно-рэп стилін жарыққа келді. Бұл біздің қазақ рэп тарихында болмаған, жалпы қазақ даласында болмаған үлкен жаңалық деп білемін өз басым. Және де біздің қатарымызда Тарлан атты сөз шебері бар, және Мұхайтар деген жігіт бар. Біздер жамаат орталығының жігіттері, яғни 4 қаладан жиналған болатынбыз. Мен Жаңаөзеннен, Данияр Оралдан, Тарлан Атыраудан және Мұхайтар Шымкенттен. Жамаат орталығының жігіттерінің мақсаты осы қазақ рэп тарихында болмаған жаңалықтарды ашу, яғни ашылған жаңалықтардың бірі этно-рэп стиліндегі жаңалық десек болады. Кезінде бір қазақи этно-инструменталдарына тәнті болып, бірлесіп жыр жазып, сол әдебиеттарын қолданып бастағалы жамааттың мүшесі болып есептелемін. Мен Данияр туралы бұл бір бөлек ұзақ әңгіме. Ол айтады ғой енді генератор идея, осы жамаат мүшелерінің басын біріктіріп жинайтында өзі, дыбысты өңдеу ауыртпалығы да өзінде. Сондықтан енді әрқашан қуатты болып жүрсін деймін. Сол енді барлық біздің жасап жатқан өнімдердің 80%-і сол жігіттің еншісінде не болса да. Кейбір тыңдармандар өнеріңді тек қана музыкасы үшін ғана тыңдайды. Оған музыка маңыздырақ. Сенің текстіңнен, сенің тақырыбыңда не айтқың келген пікіріңнен гөрі музыка маңыздырақ болып жатады. Екінші тыңдармандар бар, текстке қатты мән береді. Сен жазған текстіңнен бір пайда алуға тырысады. Яғни сен жазған текстіңнен бір жақсылық іздейді. Яғни бір өмірлік бәлкім ұстаным іздемейді ішінен. Енді осы екі типтегі тыңдарманның арасынан өзіме ең жақыны сол текстке қатты мән беретіндері. Туралықты айтатындармен бірге болуға шақырам барша қазақ рэп